Баршаңызға сәлем, мен құрметті көрермендерім. Бүгін кабачки қосылған көкөністі маффин дайындаймыз. Көкөністі маффиндеріміз өте пайдалы және тойымды болып келеді. Таңғы асқа әзірлесеңіздер болады. Егер де 10 айдан асқан сәби балаларыңыз болса, рационына ірімшік қосқан болсаңыздар, осындай көкөністі маффин жасап ұсынсаңыздар болады. Ең алдымен кабачкиді теркадан өткізіп аламыз. Кабачкидің қабығын ашсаңыздар да болады, және де кабачкидің дәндері ірі болса, алып тастағандарыңыз жөн. Кабачкиға тұз сеуіп, араластырып, суы шыққанша 5-10 минут уақыттай шетке алып қоямыз. Суы шыққан соң кабачкиімізді мұжып, суын төгіп тастаймыз. Кабачкидің өзін үлкендеу ыдысқа салып аламыз. Егер де мен арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып қоюларыңызды сұраймын. Ендігі кезекте қызанақтарымызды майдалап төртбұрыштап турап аламыз. Қызанақтың сулы емес, етті түрін алғаныңыз жөн. Егер де артық суы болса, төгіп тастаңыздар. Туралған қызанақтарымызды да кабачкиге қосамыз. Қалаған кез келген ас-көктеріңізді майдалап турап қосамыз. Мен укроп таңдадым, сондай-ақ петрушка немесе көкпияз қосуға да болады. Ал егер қаламасаңыздар, мүлдем қоспасаңыздар да болады. Ірімшікті майдалап турап немесе теркадан өткізіп алыңыздар. Туралған барлық түліктерімізді қосып араластырып аламыз. Тұздаудың қажеті жоқ, өйткені басында кабачкиді тұздадық, сондай-ақ ірімшіктің тұздылығы білінеді. Ендігі кезекте жұмыртқаның сарысы мен ағын екіге бөліп аламыз. Жұмыртқаның сарысын қосып араластырамыз. Дәміне қарай қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Ары қарай 2-3 қасық ұн қосып араластырамыз. Мен кәдімгі бидай ұнын қостым, сондай-ақ глютенсіз ұн немесе psyllium қоссаңыздар пайдалырақ болады. Жұмыртқаның ағын блендермен немесе миксермен көпіршітіп аламыз. Сонда маффиніміз үлпілдек әдемі болып шығады. Миксер немесе блендеріңіз болмаса, жұмыртқаны екіге бөлмей бірден қоссаңыздар да болады. Жұмыртқаның ағын жаңағы көкөністерімізге қосып, жақсылап араластырып аламыз. Маффин пісіруге арналған қалыптарға дайын болған массамызды біркелкі қылып салып шығамыз. Маффиндерімізді алдын ала 180 градусқа қыздырылған пеште 30-35 минут уақыттай пісіріп аламыз. Осымен көкөністі маффиндеріміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай, жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Маффиндердің түрі көз тартымды және өте дәмді болып шығады. Видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.